Баршаңызға үлкен сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да арайлым. Бүгінгі видеода мен сіздерге алдағы уақыттағы жаңа жылға, жалпы мерекелерге арналған сыйлықтардың тізімімен бөліскім келеді. Сыйлықтарды мен жалпы категория бойынша бөліп қойдым. Жалпы подругаларыңызға, жолдасыңызға, немесе жігітіңізге, немесе бауырыңызға, ағаңызға, ініңізге, және үшінші категория бойынша ата-анаңызға, және соңғысы ол коллегаларыңызға. Ең бірінші категория бойынша подругаларыма, құрбыларыма қысқа аксессуарлардан бастаушы едім. Оған мысалы термос, өте әдемі, стильный термостарды, немесе әдемі кружкаларды, кофеге арналған әдемі кружкаларды. Және ең сүйікті сыйлықтардың бірі ол менде пижамалар, әртүрлі стильдегі. Мысалы құрбыңыздың настроениесіне, то есть стиліне байланысты, характеріне байланысты пижамаларды сыйлайтын едім. Егер ол классиканы жақсы көрсе, классический стильдегі пижамаларды, немесе тағы да басқа деген сияқты. Сонымен қатар қыс мезгілі болғандықтан жылы жұмсақ шапкалар, қолғаптар, кашемирден жасалған качественный шарф сыйлайтын едім. Немесе жалпы уходқа келетін болсақ, қыз баласы болғандықтан барлығы бет күтіміне, шаш күтіміне назар аударады. Сондықтан бет күтіміне арналған мини бокстар жасаушы едім. Немесе косметичка сыйлайтын едім. Ол косметичканың ішін әртүрлі уходқа арналған кремдермен, сывороткалармен толтыратын едім. Немесе бокс әртүрлі кремдерді, маскаларды сатып алып, арнайы бокс жасап, сол боксқа толтыратын едім. Негізі бұл жерде сыйлық сыйлаған кезде подачасы әдемі болу керек, жалпы оформлениясы, оның декоры ең бастысы сол. Және шын ниетпен берсеңіз, ол құрбыңыз да, подругаңыз да сізді шын ниетпен қабыл алады деп ойлаймын. Сонымен қатар шашқа байланысты, егер құрбыңыз, подругаңыз шашына күтім жасап, шашын өсіргісі келіп жүрсе, оған маскалар, шашқа арналған, немесе шампунь өте качественный, составы өте жақсы, немесе бальзам сыйлайтын едім. Оның барлығын сол бір боксқа толтырып, сыртын оформление жасап декормен, солай сыйлаған тоже әдемі көрінеді. Немесе тарақта, әртүрлі стильдегі тарақтар, негізі тарақтарды жарты жылда бір ауыстырып тұрған дұрыс деп естігем. Қатар адвент календарь сыйлайтын едім. Өткен жылы ол өте популярный болды. Негізі ол бізде 12 қорапшадан тұрады. Сол 12 қорапшаны толтырылады. Және алған адам 12 ай бойы әр ай сайын бір қорапшаны ашып, ішіндегі сыйлықты алады. Бір жағынан әр ай сайын сыйлық алған сияқты чувство болады ол адамда. Өте күшті чувство деп ойлаймын. Өткен хоббиіне байланысты сыйлықтар сыйлайтын едім. Егер мысалы құрбыңыз йогамен айналысса, йогаға арналған бір айлық сертификат, немесе танцаға барса, бір айға арналған, биге арналған сертификат, немесе егер құрбыңыз сурет салуды ұнататын болса, рисованияға арналған бір айлық сертификат, жалпы өте көп та. Сонымен қатар йога жайлы айтқандықтан, егер сіздің құрбыңыз йогамен айналысатын болса, йогаға арналған арнайы ковриктер, жалпы арнайы носки, ленточкамен, әдемі жасалған носкилер, ленточкамен да, сондайлар тоже сыйлайтын едім. Ол да өте әдемі көрінеді, нежно, прям құрбыңызға өте ұнайтынына сенімдімін. Қолмен жасалған су сабындар бар, немесе винтажный мылылар бар, әртүрлі формада, әртүрлі декорларда, сондайлар сыйлайтын едім. Ол да өте әдемі көрінеді. Сыйлық ретінде біреуге сыйлағанға гүлдің формасында. Жалпы қатар үйге арналған әртүрлі арома свечалар сыйлайтын едім. Әртүрлі иістегі сіздің құрбыңыздың, яғни подругаңыздың вкусына байланысты арнайы запахтар бар, жалпы свечалар. Солардың біреуін таңдап,
олар как дополнение ретінде қосатын еді, немесе отдельно қорапқа салып сыйлауға болады. Керемет сыйлықтардың бірі деп ойлаймын. Сонымен қатар ең әдемі сыйлықтардың бірі ол қолмен жасалған сыйлық деп айтады. Егер сіздің қолыңыздан тоқу немесе киім тігу келетін болса, онда әдемі свитерлар немесе кофточкалар тігіп, оларды әдемі коробкаға салып, сыртын оформление жасап, солай сыйлайтын едім шын жүректен. Сонымен қатар шашқа арналған резиналар, яғни жібек матасынан жасалған крабиктар, заколкалар сыйлайтын едім. Олардың барлығын как дополнение ретінде основной подарктың қасына қосуға болады. Код жайлы айтқандықтан, ол жерде жалпы мини холодильник бар, косметика салуға арналған. Мысалы, мен сондай тоже сыйлайтын едім. Оған мысалы сывороткаларды, маскаларды, әртүрлі кремдерді ішіне сақтап, өзінің температурасына сәйкес сақтап тұрады. Бір жағынан өте әдемі, стильна көрінеді. Ол да сыйлық ретінде подругаңа, құрбыңа сыйлаған керемет сыйлықтың бірі болып саналады. Менің ойымша. Бізде ер адамдарға арналған категория. Жалпы бұл жерде жолдасыңызға, жігітіңізге, ағаңызға, ініңізге немесе бауырыңызға арналған сыйлықтар тізімі. Бұл жерде мен ең бірінші сыйлықтардан термобелье сыйлайтын едім. Яғни қыс мезгілі болғандықтан ол өте керекті зат деп ойлаймын. Немесе үйге арналған пижамалар сыйлайтын едім. Жолдасыңыздың, яғни стиліне байланысты универсалды пижамалар да бар. Осы фотода көрсетілгендей. Қатар электроникаға келетін болсақ, электрический зубную щетку сыйлайтын едім. Немесе ирригатор, егер брекет келетін болса, кожаный ремень сыйлайтын едім. Немесе қыс мезгілі болғандықтан шапка, яғни жылы жұмсақ шапка, кашемирден жасалған әдемі шарф, немесе классный кроссовки, яғни кроссовкидің да әртүрлі стильный кроссовкилар сыйлайтын едім. Сонымен қатар тағы да сыйлауға болады мойынға, иыққа арналған массажерларды. Өте жақсы таптырмас құрал. Әсіресе жолдасыңыз егер үйде онлайн жұмыс істейтін болса, целыми днями компьютердің алдында отыратын болса, этот массажер алған кезде қуанатынына сөзсіз. Жалпы ер адамдарыңыз егер спортпен айналысатын болса, жаңа спортивный костюм немесе спортивный костюмді салғанға арналған сумка, немесе абонемент спортзалға, бассейнге немесе. Келесі раздел бізде біздің ата-анамызға арналған сыйлықтар. Жалпы ата-анамызға арналған сыйлықтардың ішіндегі ең масштабный сыйлықтардың бірі ол робот-пылесос сыйлайтын едім. Робот-пылесос немесе терезе жууға арналған окон-мойщик алатын едім. Ол да өте керекті зат. Егер сіздің анаңыз үйде торт пісіргенді, выпечка жасағанды, жалпы әртүрлі кухнядағы заттарды жақсы көретін болса, онда мен стационарный планетарный миксер деген бар, осы суреттегі осындай сыйлайтын едім. Немесе электрический чайник, немесе әдемі набор чайлардың әртүрлі наборымен жасалған қорапша, яғни мини набор сыйлайтын едім. Немесе тостер, жалпы таңертеңгі асқа нанды ыстықтай жегенге өте жақсы сыйлықтардың бірі. Мен негізі өзім часто қолданамын. Қатар егер сіздің отбасыңыз үлкен болса, және әр бауырыңыз, әпкеңіз, немесе сіңіліңіз әр қалада болса, жаңа жыл кезде барлығы бір жерде жинала алмайды. Сондықтан әр қайсынан жаңағы видео жасап, например, видео поздравление жасап, барлығын монтаждап, отбасымызға, яғни ата-анамызға сыйлаған, ол да өте жылы деп ойлаймын, жылы подарок, да? Яғни ол как основной подарокке дополнение болады. Күшті идея деп ойлаймын, да? Яғни барлығы монтаждап, видео жасап, әр баласының поздравлениясын видео арқылы көріп отырады. Тоже жаңа жыл кездегі ең күшті сыйлықтардың бірі деп ойлаймын. Және қосымша фотокнига сыйлайтын едім. Ол жерге, например, сіздің ата-анаңызбен бірге түскен суреттердің барлығын алып, арнайы жасайтын жер бар. Сол жерге
суреттеріңізді апарадыз, как кітап сияқты форматқа кітап сияқты шығады, қалың бумагалармен, және соған сіздің суреттеріңізді, яғни сіздің суреттеріңіз как кітап сияқты шығады. Вот фотокнига, вот сондай сыйлайтын едім. Ол да өте күшті сыйлық, естелік болып қалады. Немесе календарь сыйлайтын едім. Календарьдың үстіне отбасыңызбен түскен суреттерді, яғни әр ай сайынғы календарь ауысқан сайын әртүрлі суреттермен. Ол да өте жылы әрі күшті подарок деп ойлаймын. Ал үй жағдайына келетін болсақ, качественный, жақсы стильный постельное белье сыйлайтын едім. Немесе ортопедический матрас новый, немесе подушка, немесе аяқ киімнің ішіне киетін ұлтарақ, тоже ортопедический, сондай сыйлайтын едім. Ол да өте күшті сыйлық деп ойлаймын. Әсіресе үлкен кісілерге ол ұнайды. Егер сіздің ата-анаңыз частный домда тұратын болса, үйде, жер үйде, онда мен частный домда қысты күні қар тазалайтын машина бар, сондай сыйлайтын едім. Ал жазды күні мысалы газондарды қырқып әртүрлі формаға келтіретін құрал жабдықтар бар, сондай сыйлайтын едім. Ол да өте керемет сыйлық деп ойлаймын. Бюджетқа байланысты сонымен қатар үлкен телевизор сыйлауға болады. Телевизор сыйлайтын едім негізі. Ол бізде коллегаларымызға арналған сыйлықтар. Жалпы коллегаларыма мен сыйлайтын едім будущемда ең бірінші сертификаттар, подарочный сертификаттар. Ол, например, продуктовый магазинге, немесе косметика сататын магазинге сертификат, жалпы немесе әртүрлі мастер-класстарға арналған сертификат, сондай сыйлайтын едім. Сонымен қатар кружка сыйлайтын едім. Кружканың сыртына жаңағы сыйлайтын коллегамның суретін қойып, ол сразу білесің кімнің кружкасы екенін, и ешкім оған тиіспейді. Примерно так. Сондай сыйлайтын. Немесе офисный сотрудник болғандықтан, жалпы мен бұрын енді офиста істегендіктен примерно солай елестетіп тұрмын да. Жалпы компьютердің алдында жұмыс істейтін болсаңыздар коллегаларыңызбен, онда мышканың астына арналған ковриктар сыйлайтын едім. Әзір оған арнайы қалам, календарь, немесе қайшы салып қойғанға арналған, немесе беспроводная зарядка, флешка сыйлайтын едім коллегама. Қатар коллегама мен комнатное растение сыйлайтын едім. Жалпы бұл жерде компьютердің қасына қойып қоятын, например, кактус, немесе тағы да басқа да фикус, ауа тазартатын әртүрлі гүлдерді, және гүлге спарж телефонға қойға арналған әдемі подставкалар сыйлайтын едім. Коллегама настольный USB вентилятор сыйлайтын едім. Ол өте керекті зат, әсіресе офиста, егер сізде рабочий местаңыз ыстық болса, жазды күндері, жалпы мен блогтарда көремін, әсіресе ыстық жерлерде в основном вентилятормен осылай жүреді. Вот соны мен коллегама сыйлайтын едім. Өте қызықты әрі әдемі сыйлық болады деп ойлаймын. Және сіз егер үйден торт пісіретін болсаңыз, выпечка жасайтын болсаңыз, жалпы трайфл торт білесіз, трайфл тортын арнайы коробкада пісіреді. Пісіргенде дайындайды. Сол тортты тоже сыйлауға болады. Трайфл өте әдемі көрінеді, бетіне тоже әдемі декорлар, гүлдермен оформление жасап, ол да әдемі сыйлықтың бір түрі, қолмен жасалған. Негізі ең жақсы сыйлықтардың бірі идеалі да, қолмен жасалған сыйлық. Сіздерге алдағы жаңа жылға тек әдемі сыйлықтар алуларыңызға тілектеспін. Жақындарыңызбен бірге болуға тілектеспін. Осы видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырыңыздар. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде комментарий қалдырып кетіңіздер, мен біліп отырамын. Ол мен үшін тоже кішкентай болсын сыйлық болады. Сіздермен болған Арайлым, келесі видеода кездескенше.